Балаға бір-бірлеп заттарды санауға үйретеміз, осылайша 100-ге дейін санауға үйретуге болады. Осылай 100-ге дейін бала санағаннан кейін, енді ондықтармен санауды үйретеміз. Бұл осындай 10 моншақтан тұратын зат. Бұны өздеріңіз қолдарын жасасаңыздар болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 моншақ болады. 10 моншақ бір ондық деп саналады. Санаймыз. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Осылайша бала ондықтармен санап үйренеді. Бала ондықтармен санап үйреніп алғаннан кейін, екі таңбалы сандарды және бірліктермен ондықтарды ажыратуға үйретеміз. Алдымен, мысалға 15 екі таңбалы санын алу керек. Бірінші, бір ондық аламыз, 10 және 5 бірлік аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бірлік. 1 ондық алдық, 5 бірлік алдық. Енді оны қағазға жазамыз. 10, 5. 5 дегеніміз бірліктер, өйткені бір-бірден алдық. 1 дегеніміз ондық. 1 ондық алдық. 10 моншақты бірден алдық. Яғни 15. Осылайша жаттығулар түрлендіруге болады. Енді 43 деп балаға жазып береміз. Бала заттардан осы санды құрау керек. Алдымен 4 ондықты аламыз. 10, 20, 30, 40. 4 ондық алдық. Енді 3 бірлік аламыз. 1, 2, 3. 4 ондық, 3 бірлік. 3 дегеніміз бірліктер, өйткені бір-бірден алдық. Ондықтан 4 алдық. 4 дегеніміз ондық, 43. Осылайша көп таңбалы сандарға көшеміз. Бірліктер бар бізде, ондықтар бар 10 моншақтан. Енді жүздіктерді жасаймыз. Жүздіктерді қатты осындай 4 бұрышты қағаздан жасап, 100 нүкте салып шықсаңыздар болады. Немесе Монтессоридің дайын құралынан алсаңыздар болады. Ал мыңдықты кубтан жасауға болады. Әр қабатына, әр бетіне 100 нүкте салып шығамыз. Енді 3 таңбалы сандарды үйретеміз. Мысалы 138. Бірінші 100. Жүздіктен біреу аламыз. 100. Ондықтан 3 аламыз. 10, 20, 30, 30. Бірліктен 8 аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 138 жазамыз. 138. 8 ол бірлік. 3 дегеніміз ондық. 1 дегеніміз жүздік. 138. Осылайша сандарымыз күрделене береді. Енді балаға тапсырма берсек болады. 1716 санын құралдардан жаса. 1 мыңдық аламыз. 7 жүздік аламыз. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700. 1 ондық аламыз. 10 және 6 бірлік аламыз. 1,
2, 3, 4, 5, 6. 1716.